Баршаларыңызға амандық, отбасыларыңызға амандық тілейміз, дендеріңізге саулық тілейміз. Қазыналы қарияларымыз, ардагерлеріміз арта берсін, күш қуаттары мықты болсын дегіміз келеді. Енді құрметті ардагерлер, құрметті ата әжелер, енді бүгін қарасам сіздерді әдемі киініп келіпсіздер. Нағыз қазақтың жалпы ардагерлері осындай болу керек. Жасай беріңіздер. Алла тағала сіздерге күш қуат берсін. Енді бағанадан бері өздеріңіз бір-бірлеріңізді құттықтап, көрісіп, амандасып жатсыздар. Енді сіздерге арнайы осы ардагерлерге деген құрметпен, ниетпен сіздерді құттықтап деген қонақтар бар екен. Bir шабылақ соғып қойыңыздар. Енді қазақта бір сөз бар ғой, жас келсе іске дейді. Қазақтың болашағы жастардың қолында. Бүгінгі міне сіздерді құттықтап келіп отырған қадірменді ағайындар, ең жас қонағымыз нөмір 25 мектебінің оқушысы Жамбыл Сейілхан келіп отыр екен. Bir шабылақ соғып қойсаңыздар. Амандасып алайық. Дұрыс. Оны бересің. Сейілхан амандасып бардығымен, екі қолмен. Шабылақ соғып қойайықшы. Сейілхан, енді бір ауыз сөзің бар ма? Әнін таппақ. Атама, немерем дейсің ежіреп, сүйейін сені келші деп, айтушы еді үлкендер, атаның сөзі емші деп. Батаңды алып мен жүрсем, бағыма менің сен күлсем, ауырма, ата, қартайма, 100 жасқа қарай жем түрсем. Тағы да Сейілханға шабылақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Құрметті ақсақалдар, сіздердің осындай жақсы жолдарыңызды берсін жастарға. Енді қазір сіздер қандай жол көрсетесіздер, кейінгі жастар сіздерге қарап өседі. Енді сіздерді тағы да құттықтап келіп отырған жастар ресурстық центрі бар екен. Тағы да бір құрмет қошеметпен ортаға шақырайық. Жалпы ер адамдар амандасады, иә? Я қыз балалар келіп қарындасымыз, иә? Баламыз. Иә, дұрыс. Амандас артық болмайды. Келесілерге тәрбие болсын. Немереміз әрі. Дұрыс. Әр сәт сайын бір-бірімізді осылай түзеп отырамыз. Құрмет қошемет. Тілейміз. Қайырлы күн, аса қадірлі қонақтар. Жастар атынан сіздерді осы керемет жылы Наурыз мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Наурыз мерекесі баршамызға амандық, қуаныш, жақсылық әкелсін. Баршаңызға сіздерге тілейтініміз тек қана өмірлеріңіз ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, осы істеп жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Әрқашанда біздің арамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріп, осылай жайнай беріңіздер. Қазақ халқымыздың осындай керемет мерекелері, салт дәстүрлері бар екеніне біз жастар өте қуаныштымыз, және де болашақта оларды сақтауға уәде береміз сіздерге. Қазақтың келіндері жасай берсін деп қойайықшы. Шабылақ ұрып қойыңыздар. Еркін болайық, құрметті ардагерлер. Енді тағы да сіздерді құттықтап келіп отырған, өздеріңіз білесіздер, қазақ әйгілі Сәбит Мұқанов атамыз бар. Сол Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың, яғни өкілдері келіп отыр сіздерге тамаша тілекпен, ниетпен. Мархабат. Шабылақ. Мен әңгіме болсақ, Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап кітапханасы. Құрметті ардагерлер, Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы сіздерді келіп жатқан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, ешқашан ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар, біздің арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер.
Көрісудің күні бұл қуанатын, бар жақсыны шынайы құп қылатын. Құшақтасып, амандасып бір-бірімен қазақ халқы күлімдеп қол алатын. Амандықта қыстан шыттық құтты болсын, саулықтары мықты болып беу халайық. Сыйластықта, амандықта әр жыл сайын, әр көктемде осы күнді қарсы алайық. Уважаемые ветераны, мы поздравляем вас с благополучным наступлением весны. Областная библиотека поздравляет вас с наступающим весенним, теплым, замечательным праздником Наурыз. Это древний праздник, который хранит традиции предков и традиции нашего казахского народа. 14 марта в Казахстане отмечают Көрісі күні, День приветствий и встреч. Этот день за неделю до дня весеннего равноденствия Наурыза. Считается началом Нового года. Быржасын, котты болсын. Позвольте поздравить вас всех. Здоровья вам и благополучия. Здоровья вам и вашим родным. Благополучия, тепла и уюта вашим домам. Наша библиотека всегда рада видеть вас в наших стенах, потому что вы являетесь нашими основными участниками, активными, самыми отзывчивыми участниками мероприятий. И мне хочется поблагодарить за вот это плодотворное сотрудничество Совет ветеранов, их участников, которые всегда самые добрые, самые искренние отзывы оставляют и на наших сайтах, и нам пишут это, и всегда выражают благодарность и в письменном, и в устном виде. Поэтому еще раз благодарим вас за вашу отзывчивость, за вашу доброту, за тепло вашей души и за такую активность, которую вы проявляете, несмотря на возраст, который всегда остается, наверное, 18-летним, глядя на вас. С праздником, с наступающим Наурызом. Всего вам самого хорошего, самого доброго. До свидания. Рахмет қыздарға. А это от нас подарок. Бауырсаққа қойып кетсек болады? Иә, қазір. Естелік, яғни дәмауыз дегенде де дұрыс болады, иә? Үлкен ақсақалдарға берейік. Ортамызда ең үлкен атамыз отыр. Иә. Барлығы бірдей міндетті емес, айып етпеңіздер. Қазір қалғанын шайды отырып жейміз. Бір шапалақ соғып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді құрметті ардагерлер, сіздерді тағы да ақ тілегімен, ниетімен келіп отырған, өздері ардагер болмаса да ауған соғысының ардагерлері, құрметті ағайындар. Бір шапалақ соғып қойыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге ауған соғысының ардагерлері келіп отыр. Айдеке мен Төлеби. Уважаемые наши ветераны, большое меня пригласили на такой праздник. Это, во-первых, праздник Наурыз, сами знаете, что праздник улыбок, счастья. Я хочу вам пожелать от души здоровья, чтобы вы дожили до 100 лет в твердой памяти, физически крепкими. Поэтому и за эти года, которые вы служили на благо Отечества, чтобы хоть в том возрасте, в котором вы сейчас находитесь, получили удовольствие. Пусть всегда светит мирное небо над нашим суверенным Казахстаном и всегда живите во благе и в счастье. Көп жасаңыздар, мынау келе жатқан Наурыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, бала шағалар аман болып, тыныштығы болып, соғыс болмасын, болыстасып, көп жүріңіздер, көп жасаңыздар. Рахмет, құрмет, қошеметтеріңіз. Ардақты ақсақалдар, құрметті ардақты қариялар дейді. Сіздерге тағы да амандық тілеп отырып, бүгінгі мерекемізді ән шашумен жалғастырған жөн көріп отырмыз. Қазақтың қол мұрасы, сан ғасырлық мұңдасы, дос серігі домбырасы дейді. Яғни Ақан Сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының әртістері сіздерді құттықтап келіп отыр. Құрметті ағайындар. Сіздерге сөз бастап құттықтап тұрған мен дәстүр әнші Ерке Бұланқаров, маған да шапалақ соғып қойсаңыздар болады. Енді сіздерге тамаша ән өнерімен Ғалымжан Нұрпейісов. Қалауыңыз.
ержеттім жасқарғанға ұқсар едім абай. Аулаған аялаған халқым менің, қалқам жасай берем құшағымда. Бостандай көрмейденнен тезген болып, сылқып сабызғы өлім өзген болай. Қанатын дірілдетіп өлеңге жол үйренген әнмен күйгай бізден болай. Бәрекелді, рахмет. Алдарыңызда ән шырқаған кешегі ақан сері Біржан Сал бүкілі ыбырайлардың әндерін жеткізуші жас әнші Ғалымжан Нұрпейісов. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Құрметтеп отырыңыздар. Ал құрметті ардагерлер, сіздерді тағы да ақ тілегімен, ниетімен көргісі кеп, құттықтап келіп отырған мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департаменті дейді. Сол кісілерді, яғни өкілдерін шақырай, келіңіздер. Амал мерекесі көрісі күні құтты болсын. Адамдар осы күні өкпеленішін кешіріп, бір-бірімен амандық саулық жасайды екен, қол алысады екен. Ендеше баршаңызды бұл мейраммен құттықтаймыз. Бейбіт және бақытты өмір, жақындарыңыздың аман саулығын тілейміз. Әрбір оң бастамаларыңызда тек тірлік пен жетістіктер мол болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Көрісу күні Наурыз мейрамының бастамасы. Көрісу күні жасы кіші адам үлкен кісінің үйіне келіп, көрісіп, сәлем беру керек. Кем дегенде, міндетті түрде кем дегенде 3 үйдің есігін ашу керек деген ырым бар. Әсіресе Құдайы көршіге келіп, сәлем беріп, көрісіп, сол жөн болады. Енді біз де сізге келіп тұрмыз, мереке құтты болсын. Құдай көрші. Құдай көрші. Енді баршаңызды бізге қонаққа шақырамыз. Біздің дастарханға келіп жүріңіз. Бәрекелді, рахмет. Қазір дастарханға барамыз. Ас ішіледі, шай ішіледі. Енді қазақ әрбір қонағы келсе, отырыс болған кезде, құрметті қонақтарға бір шашуымыз бар. Осы ардагерлер кеңесінің төрағасы атынан деп айтайын. Сіздердің құрмет қошеметпен шашуды tasалайшы. Бұл қазақтың ырымы шашу болсын. Атамыздың алдына апарып беріңіз. Той болсын.
ел аман, жұрт тыныш болсын деген ниет. Ай бәрекелді, рахмет. Ал құрметті ардагерлер, енді сіздерді айтқандай қазақ өзі шаймен жүреді ғой. Шай ішіп сырласайық. Сіздер қазір 19-шы кабинетке барамыз, одан кейін яғни әдемі отырыспен әдемі дастарханға тағы да жалғастыратын боламыз. Ал құрметті ақсақалдар, сіздерді 19-шы яғни кабинетке шақыратын боламыз. Келіңіздер.